Қазір желіде қыз зорлаған жігіт хабарласып тұр дейді. Рас па? Сіз желіде сәлеметсіз бе? Алло. Қайырлы күн. Алло, естіпсіз ба? Я, мен естіп тұрмын. Есіміңіз кім? Қайырлы күн. Менің есімім Бауыржан. Бауыржан. Қыз зорлаған деген қатты айтылған сөз ол. Айып етпеңіз. Мен бірінші эмоциямен естігенімді айттым, сондықтан айып етпеңіз. Дұрыстап түсіндіріп беріңіз. Иә, мен тек айтайын дегенім, мына сіздің хабарыңызды қарап отырып, жаңағы кейіпкердің естіліп отыр ма әңгіме? Иә, естіліп отыр. Жаңағы кейіпкердің жігітін үйту керек деп айтып жатыр, жарайды, жаңағы сотқа бермепті, ештеңе болмапты, қазір бостандықта жүрсіз, ол бәрібір ол бекер қалмайды ол нәрсе, ол Құдайдан жазасын алады. Мен өз басында болған оқиғаны қысқаша айтып өтейін. Кезінде студент кезінде бір қызбен жүрдік, жарасып, бірақ мен ондай арам пиғылым болған жоқ, енді шын айтайын. Жақсы, адал. Сіздің шын айтқаныңыз бізге ұнап отыр, сондықтан мүмкіндігінше соңына дейін шынайы болсаңыз. Шынайы болу үшін звондап отырмын ғой енді. Шын айтсам, жүрегім аузыма тығылып отыр, бірақ жаңағы өзім жаныма батқан әңгіме болғаннан кейін звондап отырмын. Шын айтсам, бұл әңгімені жақын достарымнан басқа ешкім білмейді. Былай кішкене айтып, исповедь жасайын деп отырмын, шын айтсам. Рахмет. Сонымен сөйтіп солай жүрдік, одан кейін бір студенттік бір енді вечеринка деді ғой, кеште артық ішімдік алып қойып, мен сондай өзіндік жаңа күшіме салып, сондай қатынасқа барғаным бар. Енді сіз сол кезде ес-түссіз мас болдыңыз. Мен дұрыс түсіндім ба сізді? Ес-түссіз демейін, енді бар есім, бірақ жаңағы сол сподвигло на это, что я был немного пьян. То есть именно оно вас подтолкнуло? Я закончу вашими словами. Нет, мен жігіт болғаннан кейін мен онымен таза махаббатта жүрдім, мен бірақ қолынан ғана істеп, еріне ғана сүйіп, былай жақын болған емеспін. Бірақ енді влияние бывает мужское по-любому. И жаңағы шылап кішкене қызғаннан кейін ол жаңағы сол мені кішкене сподвигло етті. Содан мен күшіме басып салып жібердім, ол қарсыласты, итерді, тартысты, айғайлады, бірақ мен соған қоймай басып жібердім. Сонымен жағдай болды. Одан кейін ол жылады, егерде жас болдық, студент болдық, мен натурален дегенде оны бастым, мен үйтеріміз бәрі жақсы болады, кешір мені деп. Оның артынан ол аяқ ауыр болып қалды. Одан кейін мен ол қазір айтсам енді бір хайома көретін шығар, бірақ мен ол қызға айттым, мен қазір менетін жағдайым жоқ, бір баладан құтылайық дедім. Сонымен ол тағы жылады, мен олай жасай алмаймын, мынау, мен айттым, енді әңгімемен көндірдім, бірақ одан кейін айтты, онда мен бұл нәрсені жасаймын, одан кейін сені көрмеймін. Сен маған желкенсізсің, сен хайуансың. Енді мен түсіндім, бір жағынан мен қорыққан шығармын, я признаюсь, что я испугался, үйдегілер не дейді, мен үйде тәрбием жаман емес, жақсы отбасынан шыққан, енді өшін әңгімесін бәрі сол. Содан ол қызға ақшасын бердім, ол жасайын деп кетті, сол кеткенін ол отчисление оқудан шығып кетіп қалдым, жоғалып кетті. Содан кейін қызы көрген жоқсыз? Іздедіңіз бе? Мен оны іздедім басында, бірақ шынын айтсам жасық болар, жаңағы бүкіл проблеманың бәрі бір күнде құтыла салғанмен мен мүмкін соған риза болып іздедім, бірақ кішкене одан кейін басыла қалдым. Сонымен уақыт өте кішкене басылды, өтті, қойды. Біраз жылдар өтті, мен жаңа немді кездестірдім, жарымда үйлендім, 5 жыл бойы бізде бала болмады, бармаған жеріміз жоқ, емделмеген жеріміз жоқ. Мен қысқаша айтып өтейін, аяғына дейін. Сонымен 5 жылдан кейін аяқ ауыр болды, әлі дегенде 7 ай больницада жатып, бірақ босанған кезінде при родах ана и сама, и ребенок умерли, қайтыс болды екеуі де. Содан мен опять депрессияға кеттім. Тағы да біраз уақыттан кейін ойыма келдім, одан сол екі арада менің әкем қайтты, одан кейін кішкенеден кейін анам қайтты, одан кейін мен де жаңыз баламын. Өмірім бәрі астан кестен болды, шынын айтсам. Вверх-дном все перевернулось. Мен ойладым, и в один день я решил, хотел наложить на себе руки. Өлгенше жаңағы
арам суды ішіп алдым да. Хотел в этот день наложить на себе руки. Сол күні мен ұйықтап қалғанда түсіме жаңағы Құралай деген қыз студент кезінде сол түсіме кірді. Сол келгеннен кейін ұмытып кеткен қыз, сол неше жыл, 15 жыл өткеннен кейін түсіме кірді жаңағы сол кейпінде. Студент кезінде. Я проснулся и был абсолютно трезвым. Содан мен өзімді ұстадым да, бел байлап жаңағы қыз іздейін дедім. Содан 3 жыл бойы, 2 жыл 8 ай жаңағы қыз іздедім. 2 жыл 8 ай іздедіңіз. Вузға бардым, документтерін көтердім, үйін қайда тұрған анамнан бәрін көтеріп, 2 жыл 8 айдан кейін таптым жаңағы қызды. Сөйтсем, ол қыз сол алдымда тұрады екен. Баланы алмаған, 15 жастағы балам бар екен. Содан кейін сол уақыт өткеннен кейін жұмыс құрмаған, сол ауылда жұмыс істейді екен мектепте. Содан барып, басында алдына салып, баламды көріп, содан жаңағы үйлендім, соған. Соған? Үйлендім, қазір 2 жылдан кейін егіз қыз туып берді, қазір 18 жастағы ұлым, одан кейін міне қазір 1 жасқа толады, егіз қызым бар. Ал, осы айтайын деген әңгіме, ол жігіттің алдына бәрін әлі келтіреді, оған қатты сөйлеп, өздеріңіздің жекелеріңіз құрып керек емес, жаңағы алтын деген қызға мен айтайын деп едім, өміріңіз бақытты болсын, жаңағы жігіттің жазасы алдына келіп, жаманды ойламай қойыңыз, бәрібір келтіреді осы деген әңгімесін алдына. Сол айтайын деген әңгіме. Қазір мен бақыттымын, 18 жастағы ұлым бар жаңағы бірінші, одан кейін қазір 1 жасқа толып қалды, егіз қызым бар. Барлық содан бері өмірімнің бәрі қазір Құдайға шүкір орнына келді. Енді біреу бұл оқиғаны бізге айтып берсе, біз сенбеген болар едік. Бауыржан мырза, желіде тұрсыз ғой. Сіздің мына өміріңізді қазір көз алдымызда көрерменмен бірге қапа-шапам өтірік айтпай елестеттік, иә? Иә, елестеттік. Кәдімгі өмір, иә, кино. Мен бұны жат айтып бердім, оның арасында мен көрмеген нем жоқ, бәрі айттым ғой, бәрі келесі. Нағыз мен бәрібір қуана алмайтыным, сіз бәрібір қыз зорлаған жігітсіз. Мені ренжітетін сол. Бірақ та тәубеңізге келіп, Құдай алдыңызға алып келгеннен кейін, қуанбасқа амал жоқ, қазір оқиғаның соңы өміріңіз тураланды. Бірақ сол арада әке де, шеше де дүниеден өтті, жұбайыңыз дүниеден өтті, кішкентай шақалағыңыз дүниеден өтті. Өзімді кезінде кінәладым, өзімді неттім, енді егер менің көрмейтін жарығым болса, бұл қазір бұл отырмас едім ғой, значит, маған таңдары көрсетті. Сізге мен қолқа салайын деп отырмын. Мені дұрыс түсініңіз. Сіздің оқиғаңыз басқаға кәдімгі үлкен сабақ.